Ассалямуалейкум, қалайсыздар менің тұрақты көрермендерім. Жаңадан қосылып жатқан жандар қош келдіңіздер. Мына салат өте тез оңай дайындалады. Дайындау үшін бізге қияр, қызанақ, тәтті бұрыш, яғни сладкий перец, сарымсақ, сәбіз, әр түрлі дәмдеуіштер, бұрыш, укроп, сұйық май, соевый соус қажет болады. Алдымен қиярды тураймыз. Қиярды қатты үлкен емес, мен көрсеткендей тураймыз. Бұл салат барлығына ұнайды деп ойлаймын. Енді сәбізді үккіштен өткіземіз. Қызанақтың ішіндегі суын, етін, яғни жұмсақ жерін алып тастаймыз. Тек сырты осылай қалу керек. Сосын оны жіңішкелеп тураймыз. Тәтті бұрыштың ішін тазалап алып, осылай жіңішкелеп тураймыз. Сарымсақты терканың жіңішке жағынан өткіземіз. Сұйық майды ысылай құямыз. Содан кейін соевый соусты құямыз. Сосын бұрыш, паприка, дәмдеуіштер қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Келесі рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.